мен таңдалған киім адамның сымбатын арттырары хақ, әсіресе маусым сайын құбылатын сән индустриясымен сай келсе. Бүгін Астананың көріктілері мен бөріктілері 2019 жылы трендте болатын киім үлгілері түстермен таныс болады, яғни назарларына ұсынылатын 9 дизайнердің топтамалары арқылы бізде қалыс қалмайық. Сәнгүйер жандар, жарық, подиум. Көптен күткен Қазақстан Fashion Week Астана сән апталығы басталды. Шымылдығын Динара Сәтжанның топтамасы ашты. Дизайнер сәнсүйер қауымға 3 түрлі стильдегі образды ұсынды. Ұлттық нақыштағы спорттық торлы көз киімдер сәнсүйер қауымның көңілінен шықты. Үлгілер көктем жаз мезгілдерінде сәнде болады. Спорт коллекциясы маған өте ұнайды. Өйткені менің ойымша бізде Қазақстанда спортқа арналған бренд жоқ. Менің брендіма 1 жыл. Сол үшін мен қазір өзім ойлап жүрмін, қандай стильде жұмыс істеймін деп. Менің ойымша мүмкін тек қана осындай офисный бүгінгі клетка сияқты мүмкін ол басқаша бола ма деп ойланып жүр. Сол үшін бүгін осындай 3 стильдегі коллекцияны көрдіңіз. Сән мерекесін құрақ көрпе бренді жалға дизайнер Дала Рухы топтамасын ұлттық үлгідегі туындылармен толықтырды. Ерлерге арналған шапан оюлы дорба өткенге шегіндіргендей болды. Қыздарға шақталған оюлы үлгі нәзіктікті арттыра түседі. Сән апталығы Қазақстанда 25 рет ұйымдастырылды. Елордада 8 рет сәнгерлердің басы қосылды. Сәнсүйер қауым жыл сайын елдегі дизайнерлердің саны артып, туындылардың үлгісі, сапасы жақсарғанын айтады. Мәселен, Қазақстан Fashion Week Астана сән апталығының бренд амбассадоры, тележүргізуші Арай Әлімхан сәнгерлерге қолдау көрсетіп, отандық киімдерді киеді. Жылға Қазақстан сән апталығына қатысатын дизайнерлердің деңгейі және олардың жұмысының сапасы өсіп келеді деп айтсам болады. Толығымен айталам. Өзімде отандық дизайнерлердің көпшілігінің киімдерін таңдаймын. Және гардеробымның 70% қазақстандық өнім деп айтсам болады. Мысалы, үстіндегі киімнің өзі де отандық дизайнердің жасаған дүниесі қолынан шыққан. Және осындай сән апталықтары бұл жас мамандарды халықпен таныстыруға, сонымен қатар олардың жұмысын көрсетуге керемет мүмкіндік деп есептеймін. Апталықтың екінші күнінде 6 отандық 3 шетелдік кутюренің туындылары паш етілді. Қазақстан Fashion Week Астананы 7 дизайнер түйіндейді.